Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгін біздің екінші күн. Екінші күні екі нәрсе үйрендік, қызық болды. Біріншісі, жалпы ойын алаңында элементтерді орналастыру, бір орнынан екінші орынға қозғау, ол туралы қазір толығырақ айтатын боламын. Екіншісі, жалпы ойын режимін іске қосып көру, ойын режимінен қайтадан құру режиміне өту, осы екі ортада қандай өзгерістер болады, сол нәрселерді үйрендік. Енді ары қарай толығырақ. Сіздердің алдарыңызда ойын алаңы көрсетілген. Жалпы осы жерде түрлі үш өлшемді объектілерді қою арқылы біз ойынның алаңын құрастырамыз. Әртүрлі деңгейлерін құрастыруға болады. Түрлі объектілерге түрлі материалдар беріп, оларды безендіруге болады. Нақты осы жерде бізге бірінші тапсырма берілді. Түрлі бөліктерден тұратын объектілерді бір-біріне қосу арқылы соңында нақты бір бейнені алу. Көріп отырғандарыңыздай бізде нәтижесінде динозавр пайда болды. Шындап келгенде бұл жаттығу өте пайдалы болды. Себебі Unity мен жұмыс істеген кезде сіз негізгі уақытыңызды осы ойын алаңында кейіпкерлерді орналастырумен, оған жарықтың түсуімен, камераны орналастырумен айналысасыз. Сондықтан осы алаңда сіз барынша емін-еркін өзіңізді сезінсеңіз, жұмысыңыз барынша жеңілдейді. Екінші үйренген тапсырмамызда барынша пайдалы болды. Бұл жерде біз құрастыру режимі мен ойын режимі бар екенін таныстырдық. Ойын режимін қосып үйрендік. Және де жалпы ойын алаңына қарапайым үш өлшемді объектілерді қостық. Ойын режимінде сол объектілерді қозғап көрдік және қандай нәтиже ала алатынымызды көрдік. Шамалы қорытынды айтатын болсақ, әзірге маған бәрі өте қызық әрі өте таңсық болып жатыр. Әзірше бұл тек бастамасы ғана, ары қарай не болатынын көрейік. Арнадан ажырамаңыздар.